1997 жылы жарық көрген Иран мемлекетінің фильмі «Аспан балалары». 1997 жылы Оскар сыйлығын жеңіп алған. Қысқаша тоқталып өтетін болсақ, 3-ші сынып оқушысы Әли қарындасы Зехраның туфлиін жөндетуге алып барады. Абайсызда оны жолда жоғалтып алады. Ал онсыз қарындасы мектепке бара алмайды. Картоп алуға кіргенде сыртқа қойғам. Шықсам орнында жоқ. Ал мектепке ертең қалай барам сонда? Тауып әкелем деп сөз берем. Жағдайы төмен отбасылардың балалары анасы сырқат төсек тартып жатады. Ал әкесінің жаңа аяқ киім алып беруге шамасы жетпейді. Амалының жоқтығынан Әли өз аяқ киімін кезектесіп киюге уәде береді. Зехра таңертең мектепке барады. Бәрінен оқуын бірінші аяқтап, ұстазынан сұранып, үйіне асығады. Аяқ киім аяғына үлкен болғандықтан көшеде жүгіріп келе жатып, арықтағы ағынды суға аяқ киімін түсіріп алады. Судың ағысы қатты болып, аяқ киімді лезде ағызып алып кетеді. Артынан жүгіріп қуып жетіп, амалсыздан аяғына су аяқ киімді киіп, үйіне кешігіп барады. Жолда күтіп тұрған Әли сабағына кешігіп, аяқ киімді сол су күйінде киіп, мектепке жүгіріп кетеді. Сабаққа немқұрайлы қарайды екенсің. Бұған көз жұмып қарай алмай. Берілетін сыйлықтарды қараңдаршы. Лагерге жолдама, спорттық киім, аяқ киім. Қандай керемет. Сыныпта жақын арада жүгіруден жарыс болатын, және ол жарыста 3-ші орынға аяқ киім берілетін естіген ол, мұғалімнен оны жарысқа дайындауын өтініп сұрайды. Бәрінен де қатты жүгір алам. Мен уәде берем, өтінем. Күні түні бар уақытын жарысқа дайындықпен өткізеді. Зехра, саған айтар жақсы жаңалығым бар. 3-ші орын алған жеңімпазға аяқ киім сыйлайды екен. Сыйлыққа берілетін аяқ киімді саған берем. Жарыс болатын күні қарындасына қалай да болсын осы аяқ киімді саған алып беремін деп уәде береді. Жарыс басталып, бәрі бір-бірінен қалмай жүгіре кетеді. Әли жүгіріп келе жатып, өзінің және қарындасының осы уақытқа дейін қалай қиындық көргенін ойлап, жарысты жеңіп шығуды ойлайды. Барынша тырысып, бар күшін салып, барлығынан оқ бойы алда озып шығады. Бас жүлдені жеңіп алады. Мен 3-ші орын алдым ба? Балам, не айтып тұрсың? Мәреге 1-ші болып келдің. Алайда бұл жеңісі оған қуаныш сыйламады. Себебі аяқ киімді жеңіп ала алмағанына өкінген ол қатты көңілге түседі. Міне осылайша біз қысқаша мазмұнын айта өттік. Егер де толық нұсқасын көргілеріңіз келсе, осы YouTube арнаның төмен жағында сілтемеде, описанияда Telegram сілтемені қалдыратын боламын. Ал ендеше келесі видео шыққанша аман сау болыңыздар.